Балалар, барлығымыз суретке қарап, не көріп тұрғанымызды дауыстап айтайықшы. Дұрыс, түйе. Ал түйе өркешін қарайық, ұқсайдыған қай әріп? Дұрыстап қарап алайық түйе өркешіне. Дұрыс. М әріпіне ұқсайды екен. Жарайсыңдар. Кәне балалар, кім жұмбақ біледі? Мұртын сипап тілімен, бетін сусыз жуады, тышқанды аңдып түнімен, көзі оттай жанады. Бұл не? Дұрыс, мысық. Балалар, мына суретте не көріп тұрсыңдар? Дұрыс, мысық. Мысық қандай жануар? Жабайы ма, әлде үй жануары ма? Үй жануары, дұрыс айтасыңдар. Мысық сөзін буынға бөліп көрейікші. Мысық. Неше буын бар екен? Дұрыс, 2 буын. Ал енді неше әріп, неше дыбыс бар екен санайық? Дұрыс, 5 әріп, 5 дыбыс бар. М дауыссыз дыбыс, дауысты дыбыс, С дауыссыз дыбыс, дауысты дыбыс, Қ дауыссыз дыбыс. Мысық сөзінде М дыбысы сөздің қай бөлігінде келіп тұр? Дұрыс, сөздің басында келіп тұр. М қандай дыбыс дедік? М дауыссыз дыбыс. М дыбысын балалар айтып көрейікші. Қалай айтылып тұр? Кәне бірге қайталайық. М дыбысы созылмайды, кедергіге ұшырап барып айтылады. Балалар, мына суретке қараңдаршы. Отбасының әр мүшесін атап көрейікші. Ата, апа, әке, ана, аға, іні, қарындас. Дұрыс, балалар, атап үйрендік. Балалар, кәнеки барлығымыз суретке мұқият қараймыз. Мынау не? Бұл менің отбасымның суреті. Мынау әкем, мынау әпкем, мынау анам. Ал менің отбасымда әке-шешемнен басқа ағам, қарындасым, інім бар. Жарайсыңдар балалар. Ал балалар, мына тапсырманы орындап көрейік. Тыңдандар. Ең үлкен ата, атын ата. Қарамен берілген ата сөздерінің мағыналары бірдей ме? Дұрыс, жазылуы бірдей сөздер, бірақ мағыналары әр түрлі. Ата сөзіне сұрақ қойып көрейік. Кім? Ата. Туыстық атауды білдіріп тұр. Не істе? Ата. Затын атын атау деген мағына білдіріп тұр. Өлеңдегі үлкен сөзіне қарсы мағыналы сөзді табындар. Үлкен ата. Қарсы мағына кіші ата. Дұрыс балалар, бұл сөздердің мағыналары қарама-қарсы сөздер. М әріпін жазуды үйренейік. Олар бас әріп және кіші әріпке бөлінеді. М әріпінің бас әріпі ілгегі бар 3 түзу көлбеу сызықтан тұрады. Үлкен жолдың ортасынан сәл төмен қаламыңды қой. Солдан оңға қарай астыңғы сызыққа тигізе, доға сызамыз да, оны үлкен жолдың ортасына дейін түзу көлбеу сызықпен жалғастырамыз. Сол нүктеден төмен сызық, астыңғы сызыққа жете бере оңға қарай, астыңғы сызыққа тигізе ілгек саламыз. Жоғарғы нүктеден оңға қарай тағы да нүкте қойып, түзу көлбеуді ілгекке жалғастыра жүргізіп, астыңғы сызыққа тигізе оңға қарай ілгек саламыз. М әріпінің кіші әрпі ілгегі бар 3 түзу көлбеу сызықтан тұрады. Жазу жолының төменгі сызығына сәл жоғары қаламыңды қой. Солдан оңға қарай
астыңғы сызыққа тигізе ілгек жасап, жоғарғы көлбеу тартамыз. Оны жоғары сызығына тигізген соң, төмен қарай көлбеу сызып, оны астыңғы сызыққа тигізе доға сызып, тағы да жоғары сызыққа дейін көтереміз де, тағы да төмен түсіп, төменгі сызыққа тигізген соң, оңға ілгек жасаймыз. Енді дәптеріңді ашып, менімен бірге М әрпін жазуды үйрен. Ал енді балалар, бүгінгі сабақты қорытындылайық. Бүгінгі сабақ сендерге түсінікті болды ма? Ал өздеріңді бағалаңдар. Саған сабақ ұнады деп ойлаймын. Келесі кездескенше сау болыңдар.